Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Біз бүгін Аюалпаң, суды талпаң, тауды талтаң ертегісінің екінші бөлімін тыңдайтын боламыз. Сонан Аюалпаң екі шоқпарын қолына алып, бірінші пешті бір қойғанда күл талқаны шығады. Және бір қойғанда пештің ішінде қоңыр қаз үйрек бар екен. Соны өлтіреді. Енді өлмеген несі қалды деп пештің екінші біреуін ашып қараса, кеудесі қимылдап жатыр екен. Оны тағы да шоқпармен ұрып, аяқ қолын сындырып өлтіріп, 6 қызды беліне арқан байлап құдықтан шығарады. Шығарып болған соң, енді ішіндегі ең сұлуын мен өзім аламын, ал ана қалған 5-еуін сендерге бөліп беремін дегенде, ана екі жолдасы Аюалпанға: неге сен қыздың жақсысын өзіңе таңдап аласың да, бізге жаманын бересің, деп шығармай қойыпты. Сонда Аюалпаң құдықтан шыға алмай бір күн бір түн жылады. Ертеңгісін құдықтың аузына бір қыз келіп: әй ағай, сіз неге жылайсыз? Олар құдықтан шығармады деп құржасы ма? Артыңыздағы үйдің ішінде бір бұрышында, оң жақ бұрышында жермістанның жердің астына түсіп жүретін жолы бар. Сол жолмен бір иығыңмен сырғанай берсең, жердің астына түсесің. Көзіңді жұмдағы сырғанай берің, деп қыз ақылын айтады. Сонда Аюалпаң қыздың айтқанын істеп, жолды тауып алып, құмырсқаның жолындай ізбен жорғалай береді. Біраздан соң өзі жердің астына топ етіп түскенін білмей қалады. Қараса, көп ауыл отыр екен. Аюалпаң сол ауылға барады. Бір үйге кіріп барса, бір әйел ұршық еріп отыр екен. Бір әйел түкірігіне нан илеп отыр екен дейді. Сонан соң: сіздердің суларыңыз қайда? Бұларыңыз не? Деп сұрайды. Сонда әйел тұрып: құдығымыздан бір айдаһар шығып, енді сол құдықтан су іше алмай отырмыз. Онан соң күніне бір қошқар, бір қыз, бір еркектен жеп тұрады. Содан қорыққанымыздан суға бармаймыз, дейді. Маған мойнағашты беріңіз, мен су әкелейін, дейді Аюалпаң. Мойнағаш пен бақырды Аюалпанға ұстата береді. Аюалпаң құдықтан барып 2 шелек су әкеп, нан илеп тамақтанып алыпты. Ертесіне есіктің алдына бір патша адам бір қошқарды ұстап тұр дейді. Бұныңыз не? Дегенде: мына құдықтан айдаһар шығады, соған бергелі тұрмын, дейді ол. Патша еке, мен одан құтқарайын, мені арманыма жеткізесіз бе? дейді. Иә қарағым, жеткізейін, мені осы пәледен құтқар, дейді. Мақұл, маған бір қылыш тауып берің. Өзің елді далаға шығармай тұрғың, мен айдаһар құдықтан шыққанша қақ айырып шығайын, дейді. Сонымен Аюалпаң қылышты қолына мықтап ұстап тұрды. Айдаһар ұзын ақ сырықтай болып шыға салысымен Аюалпаңды жұтты да жіберді. Есінен танып, Аюалпаң қолындағы қылышпенен айдаһардың аузынан тіліп отырып, құйрығынан бір-ақ шығарады. Айдаһар өледі. Патша соған өте риза болып: патша, егер арманың сол болса, мен 40 кез саты жасатып, сонымен сені жердің үстіне шығарайын. Әйтпесе менің орныма патша бол, мен әкең болайын, бір қызымды берейін. Маған патша бол, бала бол, елді билеп тұр, дейді. Оған Аюалпаң көнбеді. Мені жер үстіне шығарсаңыз, сол болысқаныңыз болады, деп Аюалпаң патшадан сұрады. Онан соң патша жарайды деп жәрдем береді. Аюалпаң: сіз 40 кез сатыны жасап болғанша, мен бір жерге барып келемін. Мүмкін маған өзіңнен бірдеңе кездесер. Оған мініп шығатын болсам, келіп бекер әуреленбесеңіз, деп айтайын, деп бір жерге қарап жүріп кетеді. Содан Аюалпаң бір жолмен келе жатқанда, жидау, жидау деп айқай салған адам даусы сияқты бір дауыс шықты. Қараса, бір ағаштың басында самұрық деген құстың балапандары. Шешесі жердің үстіне шығып кеткенде бір құс па бірдемелер келіп жеп кете береді екен. Сол балапан жейтін құсты Аюалпаң шоқпармен ұрып өлтіреді. Ағаштың басына қараса, 3 балапан: келіңіз жақсылыққа, жақсылық, бізді де жейтін ажалдан алып қалдыңыз. Енді қандай арманыңыз бар? Біздің анамыз келеді, соған біз айтамыз.
Біздің шешеміз қайда барсаң да бір сәтте жеткізеді. Ол келгенше менің қанатымның астына жата тұр. Бірақ менің шешем келгенде аспаннан жел тұрады, қар, бұршақ, жаңбыр жауады, қатты дауыл болады. Содан қорықпағын, деп айтады үлкені. Балапанның бірінен кейін бірі бұршақ болып жауған құмалағы қаны мен балапанды жеп қойды ма деп келе жатқан жылаған көзінің жасы, жел екпіні, қар қақырығы дейді. Үшінші біреуі, шешем келгенде адамзаттың иісі шығады ғой деп айтады. Онда сен қорықпа дейді. Соның арасында айтқанның бәрі болды. Бір түйедей құс ағашқа келіп қона кетті. Соның арасында аюалпаңды жұтып жіберіп еді. Балапандар таста қақпас таста дегенде аузынан жұтқанын артынан тастады дейді. Сонда құс, сен неғып жүрген адамсың деп аюалпаңнан сұрайды. Сонда аюалпаң, мен жердің үстіне шығатын адам едім. Мен келе жатсам, сіздің балапандарыңызды бірдеме жемек болған соң, мен көріп оны ұрып өлтірдім. Енді мені жер бетіне шығарсаңыз екен деп сұрайды. Балапандарынан кім алпаңның істеген пайдасын айтады дегенде, бәрі шулап жақсылығын айтады. Онан соң самұрық құс көкке алып ұшуға 40 күннің етін, 40 бұзаудың месін су алып келгін, мен сені жер үстіне шығарайын деп айтады. Сонда аюалпаң патшаға барып жаңағы 40 құлынның еті, 40 бұзаудың месінен су алып келуін сұрайды. Сонымен самұрық құс жер астындағы патшаға аюалпаңды алып келеді. Патшамен қош айтысады. Құстың тапсырмасын орындап, үстіне мініп аспанға көтеріліп ұшады. Азықтары таусылады. Самұрық құс дәуді алдамақшы болады. Құс көкке 5-6 құлаш қалғанда, енді екеуміз де құлаймыз дейді. Аюалпаң, неге? Өлеміз, құламаймыз, өлмейміз. Сізге не керек дегенде, бір жапырақ ет керек дейді. Сонда аюалпаң өзінің сан етінен қол басында ет кесіп береді. Сонан соң құс көкке шығарып, жердің бетіне апарып тастайды дейді. Құс аюалпаңнан, сенің жаңағы берген етің ненің еті еді? Соны маған айтшы дейді аюалпаң. Ол ет менің сан етім дейді. Достым-ай, жаныңдағы жолдасыңнан аямайды екесің. Аюалпаңның ет кесіп алған жерін санның кесілген орнын самұрық құс бір жалап алған екен. Сонда жеген еті қайта өз орнына түскендей болыпты. Мен сені жолдастыққа қандай екен деп алдаған едім, деп құс шынын айтады. Аюалпаң баяғы 2 жолдасын тауып алып, оларды қосақтап қойып, сабап, 5 қызды соларға беріп, бұрынғы алам деген сұлу қызын өзі алыпты. Мал-малданып, жан-жанданып, ал екеуін жеке бір жаққа шығарыпты. Баяғы үйде тұрған 100 өгіздің біреуі де қалмаған екен. Сонан сырттан аң аулап, әйелмен күн көріп кеткен екен дейді. Құрметті оқырмандар, біздің ертегіміз осымен тәмамдалды. Сіздерге ертегі ұнаса, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі қызықты ертегіні жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.